Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің орман шаруашылығының 2-ші курс студенттері бүгінгі таңда орман шаруашылығы жануарлар инспекциясында өздерінің іс тәжірибелерін өтуін жалғастыруда. Бүгінгі таңда біз акт жасауды үйрендік және де оның қандай маңыздылығын, қандай қызмет атқаратынын барлығын үйреніп жатырмыз. Қазіргі таңда біздің қыздар әр қаланың өзінің жануарларының статистикасын жасауда және де өздерінің қандай маңыздылығын және де неге үйренгенін сұрайық. Біз осы практикада 2015 мен 2025 жылдар аралығында Улан ауданының жануарлардың статистикасын анықтап отырмыз. Біз осы Шығыс Қазақстан өңіріндегі қай аймақта, қай районда қандай жануарлардың барын және оның қандай процентпен өсіп жатқанын анықтап жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл әрбір қала және де аумақ аудандардың орман шаруашылығының құжаттары. Біз бұл құжаттарда олардың қай жылы қандай мәліметтер және де мәселелер қозғалғанын білдік. Сонымен қорытындай келе, осы мекемеде өтіп жатқан іс тәжірибемізден біз өзімізге керекті қызықты мәліметтерді және де өзіміздің мамандығымызға қажетті деректердің барлығын білдік.